жатып қалды, жаңағыдан бар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Талап Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесі. Бұл әңгіменің мазмұнымен танысыңдар. Оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану және көркем шығармадағы көтерілген мәселенің жаңашылдығына баға беру. Осы екі мақсаттан сабақ мақсаты шығып отыр. Көркем шығармадан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану, көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Бүгінгі сабағымыз сонда жалпы Талап Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгімесіне жаңашылдығына баға береді екенбіз. Міне, Талап Сұлтанбековтың өмірі, шығармашылық өмірі туралы деректерді қайталасақ, кәмке, кім оқып жібереді? Талап Сұлтанбековтың шығармашылық өмірі туралы, жалпы шығармашылығы туралы деректерді. Біреуіміз дауыстап оқиық. Кім оқиды? Альмира оқысын. Талап Сұлтанбеков 1930 жылы Алматы облысының Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген қазақтың жазушысы. Алғашқы шығармаларын спорт тақырыбына арнаған. Талап Сұлтанбеков тұңғыш рет қазақ тілінде «Дойбы дерене», «Дойбы шахмат», «Тоғызқұмалақ» атты көмекші кітап жазған спортшы. Қазақ әдебиетінің тарихында ғылыми фантастика жанрына тұңғыш қалам тартқан жазушы. Ғылыми қиял фантастика жанрына қалам тартып жүрген жазушы, шығармаларының тақырыбы сан алуан. Жасөспірімдерге арналған «Көшпелі алтын», «Жүрек туалайды», «Жұлдыз ат», «Лұқпан хакім», «Тізгін», «Темір еліне саяхат» әңгімелері оқушыны қиялға, арманға жетелейді. Ол өз оқырманның ғылымының табиғи сырына үңілуге, адам миы арқылы оның құдіретті күшін танып білуге, тіпті оны тізгіндеп бағындыруға да болатынын аңғартады. Міне, шығармашылық туралы мәліметті қайталады. Енді тапсырмаға көшейік. Тапсырма. Сыни көзқарас жазу. Шығармадағы кейіпкер профессор Созақовқа немесе журналист Жоңғаровқа жазамыз. Тапсырмалары. Бірінші қадам. Мағынаны тану кезеңінде сіз мәтінмен жұмыс жасадыңыз. Екінші қадам. Мәтіннің бас кейіпкерлерді таңдайсыз. Үшінші қадам. Берілген кейіпкерлерге олардың іс-әрекеті туралы сұрақтарды топтастырып, сыни көзқарас жазу керек. Төртінші қадам. Осы сұрақтарға өздеріңіз мүмкіндігінше балама жауап ұсыныңыз. Мүмкін болған шығар деген шамада. Және бесінші қадам. Кейіпкерге ұсыныс жазыңыз дейді. Ал жұмысымызды бастайық. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Кім дайын? Назерке. Бәріміз назарымызды Назеркеге аударайық. Қараймыз. Сыни көзқарас. Талап Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» әңгімесінен туған жердің әрбір тасы бағалы екендігін сезінеміз. Әңгіме
алтынның көшетіндері туралы аңыз әңгімелерді естіген балалардың таудағы мол қазынаны іздеп шығуы туралы айтылған. Сәмен мен Қажытайдың табиғаттың құпия сырын ашудағы құштарлығы оларды ерекше құбылысқа кездестірді. Сәмен мен Қажытай секілді туған жердің таңғажайып құбылыстарын зерттеу, әрбір жердің өзіндік ерекшелігін білу, олардың құпия сырына үңілу әрқайсымыздың міндетіміз. Туған жердің бір түйір тасы біз үшін баға жетпес байлық. Туған жер алтыннан да қымбат екенін түсінгеніміз абзал. Қорыта келгенде туған жерді әрбір адам құрметтеуі тиіс. Дұрыс, жақсы, иә? Сонымен Назеркенің кейіпкерге ұсынысы не болды ең соңында? Туған жерді бағалау керек дейді. Дұрыс. Келесі кім оқиды? Тот оқиды. Семей бастары Шайтантаудағы құпия құбылысқа тап болған балалар үңгірдегі ғалымдардың зертханасын кездестірді. Таудағы үңгірде жұмыстарына сынақ жасап жатқан ғалымдардың тәжірибелері олардың қызығушылығын арттырады. Балалардың көргені көшпелі алтын емес, оттан жасалған көшпелі найзағай болып шығады. Жасанды найзағаймен тау-тасты бұзу бұрын адам қиялы болса, бүгінде шындыққа айналуда. Осы балалар сияқты біз де туған жердің таңғажайып құбылыстарын зерттеу, әр жердің өзіндік ерекшелігін білу қолымыздан келеді. Жазушы фантастикалық шығармалары арқылы бізге табиғаттың құдірет күшін игеруге кейбір жағдайларда бағындыруға жетелейді. Қандай ұсыныстары айтар едің кейіпкерге? Табиғатты аялауға көмектеседі. Жақсы. Келесі кім оқиды? Ақжымыз. Фантастика өмір шындығын қиялмен әсерлі бейнелейтін жанр. Қазақ әдебиетінде фантастика ғылымының өзіндік орны ерекше. Осы қазақ әдебиетіндегі бізге таныс фантаст қаламгер ол Талап Сұлтанбеков. Ол осы қазақ әдебиетінің ғылыми фантастикалық шығармалармен байытты. Соның бірі қазіргі таңда оқып жүрген көшпелі алтын әңгімесі. Бұл шығарма қызықты шығарма. Оны оқып отырып түрлі табиғат құбылыстары танысып, қиялға беріліп, өзіңді ары қарай шыңдай аласың. Мүмкін саған қатты қызықты болып, сен соңғы зерттейтін болсаң, ертеңгі күні ол ғылымның жетістігіне айналады. Ал соңғы 5-ші қадам кейіпкерге қандай ұсыныс айтар едің? Кейіпкер табиғаттың тылсым құбылыстарын әрі қарай зерттеу керек дейді. Кейіпкерге осындай ұсыныс айтылды. Жақсы, рахмет. Ал кәніке, рефлексия, мен түйген ой. Осы шығарма бойынша қандай ой түйдіңдер? Жауап бермегендеріміз кәніке, жауап береміз. Жалпы бәрімізге рефлексиялық сұрақ. Мен түйген ой. Осы шығарма бойынша, Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын әңгімесі бойынша қандай ой түйесің? Айта ғой. Туған жер алтыннан да қымбат. Жақсы. Тағы да? Қандай ой түйесіңдер? Олжас қандай ой түйдің? Мадина? Сәмен мен Қажытайдың қызығушылығы ғылымға зор пайдасын әкелді. Біз де сол секілді туған жеріміз зерттесек, пайдамыз тиеді деп ойлаймын. Дұрыс, өте жақсы. Балалар қандай ой түйді екен? Олжас тұра бар. Айт Олжас. Табиғатты аялау. Жақсы. Ерболат? Туған жерге деген сүйіспеншілікті көрдім. Туған жерге деген сүйіспеншілікті көрдім. Көрдіңіз ба шығармадан? Жақсы. Тағы да Нұрай? Біз үшін туған жердің бір түйір тасы қымбат. Дұрыс. Тағы да кәніке, Альмира, қандай ой түйесің? Біздің туған жеріміз біз үшін баға жетпес сыйлық, әрі оның табиғатын аялауымыз керек. Жақсы, иә? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңдар.